Саламатсыздар ма, YouTube сүйер қауымым? Сіздерге мен бүгін Наполеон тортын жасалу жолын көрсетемін. Осындай болып шығады. Оған керекті затым. Әуелі астығымызды осылай өткіштен өткізіп аламыз, елеп барлығын ұнымызды. Енді оған менде ерітілген маргарин. Оған 2 қасық қантымыз салып араластырамыз. Әбден ерігенше. Оған 2 жұмыртқамызды саламыз. Әбден араластырамыз. Қантымыздың жұмыртқамыздың араласуын. Енді осындай еленген ұнымызға разрекетелімізді саламыз 1 қасық. Кішкене шым ванилин саламыз. Енді осыған банағы майымызды құямыз. Осыдан енді қамырын басып аламыз. Осылай елеп қамырын басып аламыз. Осылай бәрі бірігу керек. Бәрін біріктіріп аламыз түгел. Жабыспайтындай қамыр шығады. Не осындай. Осыны енді салафанға салып, кішкене морозильникке сала тұрамыз. Енді алып, керекті бөлшектерімізге бөліп аламыз. Осылай барлығын бөліп аламыз. Қолымыздың көмегімізбен дөңгелетіп, формамызды шығарып аламыз. Осыны салафанға саламыз қайтадан. Керегімізді алып, елей береміз шетінен. Енді оған дейін арасына салатын, жағатын салмамызды дайындаймыз. Мен сүтке қантымды араластырып аламыз. Енді оған електен өтілген ұн саламыз. Әбден араластырамыз. Ұнымыз бен неміз біркелкі болғанша. Осымызды әбден араластырамыз. Біркелкі қоймалжың болғанша. Әбден ұнымыз 1 жұмыртқамызды саламыз, тағы араластырамыз. Енді осыны газге апарып, 10 минуттай бүлкілдетіп аламыз. Осылай әбден араластырып тұрамыз, астына жабысып қалмасқа. Не бүлкілдеп қайнап тұр. Астын әбден араластырып тұрамыз, жабысып қалады. Осылай керекті нанымызды дөңгелек етіп формамызды жайып аламыз. Жайып жатқан тортым. Осылай әбден жайып аламыз. Осыны қазір тарелкамыздың көмегімен қараймыз. Тарелканың көмегімен домалатып, кесіп аламыз. Айналасындағы корждарды қазір бетіне, жанына керек болады. Міне осылай дайындап бәрін
пісіре береміз. Қызып тұрған пешімізге осылай бәрін пісіріп аламыз. Илеп қойған қамырым. Осыны бір-бірлеп газге салып пісіре береміз. Оған дейін арасына салатын майымызды суытып алып, холодильникке салып қоюлатып алдым. Енді оған үй температурасындағы сары майымызды салып, әбден араластырамыз. Әбден араластырып аламыз осылай. Енді осыны тортымызды жинаймыз. Кремімізді арасына жағып отырып, тортымызды жинаймыз. Әрбір қатардың арасына міне піскен корждарым. Әрбір піскен қатар жайып атқанда арасына кремімізді салып отырамыз. Сонда жақсы дәмді, жұмсақ Наполеон торты шығады. Осылай бүкіл корждарды жағып шығамыз. Жабыстырып бір-бірлеріне. Қалған коржды бөліп, ұсақтап, жан-жағына, бетіне жағып шығамыз. Міне тортым дайын. Осындай болып Наполеон торты шығады. Міне осындай жұмсақ, шаймен ішуге жақсы торт. Сіздер де жасап көріңіздер осылай. Үлбіреген жұмсақ Наполеон торты. Бетін сәндеу өз қалауларыңыз бойынша. Не арасы. Осыны тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып аламыз. Кремі әбден сіңуі керек. Торттарым дайын. Осындай болып шығады. Рахмет баршаға. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.